Алақандап бастайық, иә? Так, біріншісі, жедел есте сақтау құрылғысының қызметі, да, мына жақта енді уже жауап и так автоматически тұр. То есть бізге не деп тұр? RAM жедел есте сақтау құрылғысы. Ол бізде жедел есте сақтайды, получается, ол бізде уақытша ақпаратты сақтайтын құрылғы, да, получается, это B болады. Вот. Екі, сымсыз желіге қосылу құрылғысы интернетке жалғануға әрі кабель жоқ ортада желіде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін құрылғы. Получается, кабельсіз жұмыс істеуге мүмкіндік беретін құрылғы это бізде роутер болады, иә? Роутер бізде как раз кабель қажет етпейді. Біз как бы Wi-Fi модулі арқылы спокойно жұмыс істей бере аламыз деген сияқты, иә? Вот. ADSL біздегі ол телефон торабы арқылы біз білеміз, иә? Интернетке қосылу хаб дегеніміз это бізде ну как бы ең онша емес құрылғылардың арасынан чемпион, да? Switch бізде самый онша емесі. Так, окей, қазір 1 минут. Окей. Так, сейчас, қазір жібереді. Так, окей. Хорошо, үшіншісін қарай берейік. Так, кестедегі бағасы бағанындағы ұяшық пішімі. Бағасы бағанында, да, то есть бізге не істеу керек? Бағасы деген бағанды көреміз. Бағасы монитор. Вот, оның ұяшықтың пішімі қандай деген сияқты сұрақ туындайды, иә? Вот, бағасы біз білеміз, то, что это бүтер 00 дегеніміз, это автоматически бізге қандай ойды береді? Сандық деректер типі или сандық формат десек болады, иә? Вот, сонда бізде А дейміз, иә? Мына жақта кішігірім қазір подвох сұрақтар болады. Соған қарай қазір назар аударып кетеміз, иә? Кестедегі саны жөнінде сатып алу мерзімі бағанындағы ұяшықтар пішімі. Сәлем, Дана. Так, смотрите. Кестедегі саны, то есть вот саны, и потом еще сатып алу мерзімі. Вот, сатып алу мерзімі бағандарын қарайтын болсақ, бізде қандай форматта тұр ол? Так, уағалейкумассалам, балдарым қалай? Сәлем көсір. Так, смотрите, мына жақта бізде не деп тұр? Саны, ол как будто сандыққа ұқсап тұр, да, сан сияқты, да? Мынау бізде ол қысқартылған датаның форматы болып тұр, иә, получается. Так, қысқартылған форматтағы дата бізде тек қана біреу ғана болып тұр. Окей. Хорошо, бірақ оның типі жалпы деп тұр. По сути, мынау жалпы болады, иә, не себепті? Өйткені қасында нольдары да жоқ, ол обязательно сан екенін көрсетіп те тұрған жоқ, да? Поэтому бұл бізде Б варианты болады. Мына жерде С варианты неге болмайды? Өйткені ұзартылған форматы дата деген, это там, допустим, 20 август 2020 жыл деген сияқты көрсетіледі, иә? Поэтому ұзартылған формат бола алмайды. Сандық неге бола алмайды десеңдер, также оны просто А вариантындағы ұзартылған форматтағы дата деп тұр, да, поэтому мен оны просто таңдай алмаймын. Вот. Окей, екі. Келесі, точнее, кестедегі кітап атауы бағандағы ұяшықтар пішімі. Ой, сорри, мына жерде суреті келмей қалыпты, иә? Кітаптың атауын көре салайық. Бізде кітаптағы атау, вот, ол бізде обычный мәтіндік, иә? Вот, просто болған мәтіндік дей саламыз да. Сөйтіп біз А вариантын белгілеп кете береміз. Енді, дальше, кестедегі сатып алу мерзімі бағандағы ұяшықтар пішімі. Сатып алу мерзімі бізде міне. Ол бізде қысқартылған дата болып саналады, иә? Сонда бізде
қысқартылған форматтағы дата деген вариантты белгілейміз де ары қарай кете береміз, иә. Сәлем, асыл. Так, хорошо. Келесі. X, Y, Z аргументтен тұратын f функциясының мәні берілген. Ақиқат кестесіне сәйкес келетін өрнекті анықтаңыздар дейді. Дұрыс айтасыңдар, это А болды. Так, мына жақта бізде қандай жауап болады? Біз бірінші не істеуіміз қажет? Бұны мен вроде как айтқан едім. Осындай кезде сендер неге назар аудару керексіңдер? Самый, мынандай вот необычный бөлікке, иә? Вот мына жақ мысалы бізде самый необычный бірді шығару керек. Бірді шығарсақ, ары қарай как бы более-менее как минимум екі вариантымыз бізде түсіп қалады, иә? Так, давайте мына бірді шығарып көреміз. Қай комбинация бізде бірді шығарады? Допустим, 0, 0, 0, үшеуі де 0. Үшеуінің қосындысы көбейтіндісі автоматически 0-ді береді. Значит, маған как минимум инверсия керек бір жерде. Оған c келеді, допустим, иә, инверсия x бірге айналады да, ол қосылады бізде y-ға и z-ға, да? Вот. c келіп тұр, потом, возможно, біздегі d болуы мүмкін, иә, өйткені екеуінің инверсиясы көбейтіледі, қосылады x-ға. Вот. Мынау, скорее всего, maybe тоже келеді, мынау бізде сразу минус, иә? А варианты сразу минус, неге өйткені қосып 0-ларды, потом көбейтсем 0-ға, по-любому 0 деген жауапты аламын, иә? Мына жақта үшеуін қарастыра салайық, иә? Біз давайте b-дан бастайық. b-да бізде 0. Sorry. 0 көбейтілген. Получается, болады бізде инверсия y, получается, это 0-дің инверсиясы қосылған z бізде также 0, иә? Вот, бізде не болады? 0 мен 1-ді көбейтетін болсам, бірге айналады ғой. Қосылатын болсам 0-ге, онда ол бізге неге айналады? Ол бізде по-любому 0 болады. Не себепті? Өйткені мына жерден 0 шығады, ол 0-ді мен қоссам 0-ге, 0 деген жауап болады. Поэтому мына вариантты сразу мен алып тастаймын, иә? Б варианты болмайды екен, бізге келмейді. Так, сіздердің варианттарыңыз Д дейді, да? Так, окей, давайте Д деп қарастырып көрейік. Сомневаюсь, но допустим. Біз x қосамыз, x бізде, допустим, 0, қосамыз, инверсия y, это 1, да? Көбейтілген, инверсия z тоже 1 болады, иә? Енді 1 мен 1-дің көбейтіндісі и қосылған 0-ге маған 1 деген жауапты береді. Д варианты пока что бізге келіп тұр. Мына варианты бізге берді. Но давайте біз какой-нибудь ортасынан бір мәнді ала салайық. Допустим, мынау, иә? Ну, просто рандомно просто алып жатырмын, осыны ала салайық, допустим, 1, 0, 1 болған кезде. Бізде не болады? 1-ді аламын, қосамын, инверсия y менде 0 болған кезде, это ол, получается, 1-ге айналады, көбейтілген 0-ға, иә? Вот, 0 мен 1-дің көбейтіндісі маған 0-ді берді, қосылады 1-ге, по-любому 1-ді берді, иә? Хорошо. Д варианты өте жақсы келеді. Давайте біз С вариантында плюс-минус қарастырып көрейік, неге бұл келе алмай қалады, бұл вариант. Не себепті бұл вариант келмей қалады? Түсіндіре кетейін. Себебі мына жердегі инверсия x мына жақтағы 0-лардың бәрін 1-ге айналдырады. А это значит, что мендегі жауап мына жақта 1 болады ғой. Значит, мыналарға қосылған сайын, любой санды 1-ге қосатын болсан, по-любому 1-ді береді. Поэтому нету толку бұны тексеруде даже. Өйткені мынаның барлығы потом повлияет на то, что мынаның барлығы 1-ге ауысып кетеді. Мынау 1 болып кетеді, мынау 1 болып кетеді, и мынау 1 болып кетеді. Поэтому мен С вариантын тупо қолдана алмаймын. Не сонда Д варианты дұрыс болады. Дұрыс айтасыңдар. Вот. Сөйтіп біз оларды талдап тастадық, иә? Тез. Келесі, алгоритм тексеру кезінде я немесе жоқ логикалық мәндерін қабылдайтын логикалық өрнек немесе пікір. Так, біріншіден, біз мына жерде бірнеше алгоритм түрін білеміз. Дұрыс. Так, бұл жақта енді понятно, я немесе жоқ. То есть алгоритм келе жатады, ол бір шартты көреді, шартты көрген соң не я немесе жоқ деген сияқты, как бы екі немен кетеді, иә, жолмен кетеді. Получается шарт, иә, немесе тармақталған алгоритм дейді, иә. Сызықтық алгоритм дегеніміз это бір-бірінің астынан бірі кете беретін алгоритм түрі. Вот, осылай. Допустим, ол бізде сызықтық деп аталады. Мақсат деген. Без понятия, что это такое. Айналым дегеніміз без понятия, что это такое, да? Вот.
Келесі 9. Шарт тексеру операторының құрамында екінші шарт тексеру операторы қолданса, онда мұндай шарт тексеру қандай болады? То есть имеется в виду, шарт тексерудің ішінде, if-тің ішінде, допустим, иә, и мына жерде шарт тұрады, иә, соның ішінде тағы да бір шарт тұратын болса, ол бізде қандай алгоритм деп аталады? Sorry. Мына мышка өлтіретін болды мені. Так, окей. Бұл бізде не деп аталады? По сути, біз бұны өткен едік уже. Бұл кірістірілген шарт деп аталады, иә? Получается, кірістірілген шартты тексеру. Вот. Осы болады. Қолданбалы деген без понятия. Что это такое? Так, сызықтық алгоритм жаңа айтып кеттім, иә, бір-бірінен кейін бірі кететін. Тармақталу шарт деген өзі это обычный if, да, получается? Да, дұрыс, молодцы, это D. Процессордың ішкі жадысы. Мына жерде, смотрите. Грубо говоря, мына жерде бірнеше жауап бар, но как бы тут про общее говорится. Басқару құрылғысы деген тоқталып кетейік. Басқару құрылғысы ол бізде жады емес біріншіден, иә, ол бізде бәрін контролировать етіп тұратын құрылғы десек болады. Поэтому ол бізде сразу минус. Сумматор деген ол регистрдің бір түрі. Ол бізде ALQ-ның жадысы десек болады, иә? Арифметикалық логикалық құрылғының жадысы бөлек. Командалық есептеуіш адрестерге арналған регистр. Получается, и получается соңғы регистрлер деген жалпы ұғым, иә? Вот как раз таки регистрлерді біз процессордың ішкі кішігірім жад ұяшықтары деп атаймыз, иә? По сути, мына екеуі уже, вот осы сумматор и командалық есептеуіш екеуі бірге қосылып регистрдің бір түрлері болып саналады. Сөйтіп біздің жауабымыз D болады, иә? Не себепті? Өйткені в общем регистр терминін біз жад ұяшықтар деп атаймыз. Вот, хотя аналар тоже жад болып саналады. Вот, бірақ олар регистрдің түрі. Сөйтіп тоқталып кетейік. Келесі, UTF-8, UTF-16, UTF-32 сияқты түрлерімен ұсынылатын кодтау стандарттары ол бізде өте оңай, иә? Бұл UTF-8, 16, 32, понятно, аттарының U деген әріптерінен ақпа түсінікті, Unicode екенін, иә? Вот, Q8 біз білеміз, орыс алфавитіне арналған, өте оңай. ASCII біз білеміз, иә, латын алфавитіне арналған, өте оңай. И ANSI латын алфавиті также, ол бізде немесе қалай аталады, баламалы ASCII деп аталады, иә? Балама деген альтернатива. ASCII. Вот. Баламалы ASCII деп біз ANSI-ді атаймыз. Так, Unicode, молодцы. Дальше. Жұлдыз тәрізді топологияға қосылудың ортақ нүктесі болатын құрылғы. Ну, тут, по сути, біз сұрақты бір визуализация жасайық, то есть бізде ортада бір құрылғы тұрады, иә? Сол ортақ бір құрылғыға қосылатын басқа құрылғылар. Получается, былай, допустим, иә? Соны. Вот, ол бізде нені құрастырады? Автоматически ол бізде жоқ. Бір желіге шығуға, иә? Бізде қандай құрылғы болады? Компьютер ол бізде қосылады, наоборот. Бірақ маған айттыр, ортақ нүктесі болады. Ортақ нүктесі болатын компьютер емес, ортақ нүктесі болатын или роутер, или коммутатор. Бізде енді вариантта мына жерде коммутатор деген бар, или, кстати, хаб тоже болады. И получается біздегі жауап коммутатор болады, иә? Вот. Ұялы телефон емес, точно бізде сервер. Короче, коммутатор как раз таки серверға қарай шығады, иә? Он наоборот ары қарай кете береді, иә? Облако дизайн, допустим. Вот. Дальше бізде компьютер емес, иә? Окей. Дальше динамикалық IP адрес дегеніміз не? Динамикалық IP адрес, кстати, сіздермен енді келеміз. Динамикалық IP адрес дегеніміз это уақытша берілетін IP адрес түрі. То есть, негізінде IP адрестер бізде екіге бөлінеді, это как статикалық және динамикалық. Динамикалық дегеніміз уақытша берілетін IP адрес болып саналады, статикалық деген өзгермейтін тұрақты болып саналады, иә? Вот, статикалық. Статикалық IP адрес. Дұрыс айтасыңдар, это A болады. Сатып алуға болмайды. Без понятия даже, что это такое может быть.
Ну, может быть, тоже про IP-адреса, бірақ мына жерде динамикалық туралы айтып тұр, иә. Это очень, на самом деле, просто так шатастыруға арналған вариант. Қолданушы өзі тағайындайды. Ол, кстати, статикалық IP-адресті тоже біз өзіміз тағайындау мүмкінбіз. Это просто такой интересный факт. Дальше 14. Программаны біртіндеп, қадамдап, step by step орындау процесі қалай аталады? Step by step. Так, step by step бізде трассировка деп аталады, иә. То есть біз циклды қарастырамыз ғой. Қадам-қадаммен былай қарастырып шыққан кезде, оны біз трассировка деп атаймыз. Иә, дұрыс айтасыңдар, это С варианты. Окей, молодцы. Дальше. Сфераға немесе кубқа проекцияланған панорамалы фотосурет. Сфераға немесе кубқа. Понятно, то есть сфера болсын, куб болсын, олар қандай форматта тұр? Олар, там, условно, кубты сала салайын. Например, типа былай. Ол бізде қандай форматта тұр? Ол 3D форматында тұр, дұрыс па? То есть оны біз 3D панорама дейміз. Вот, панорамалы фотосурет, иә. Не себепті? Өйткені, во-первых, үш өлшемді біздің суретіміз. Да. Сол себепті ол бізде 3D панорама. Окей, молодцы. Хорошо. Процессордың ішкі жадысы. Молодцы, дұрыс ассоциация. Дұрыс, иә. Ішкі жадысы. Вот. Мына сұрақ на самом деле немного операцияға жатқызуға болатын сұрақ. То есть сендер можете как-то опровергнуть, потому что процессордың ішкі жадысы болып саналады и кэш жадысы, и регистр тоже жад болып саналады. Бірақ регистрді жад яшықтар деп атайды. Ал кэш это кәдімгідей полноценный жад болып саналады. Поэтому осындай жауап варианттар тұратын кезде кэш пен регистр көбінесе кэшқа предпочтение береміз, иә. Егер жад яшықтары дейтін болса, онда регистр дейміз, да. Да. Соответственно, это кэш жады, это не будет регистр, да. Ядро дегеніміз біз білеміз, иә. Процессордың ішіндегі кішігірім процессорлар, и такт дегеніміз это тактілік жиілік. Грубо говоря, процессордың жылдамдығы десек болады, иә. Окей. Дальше 17. Так, RGB түстер жиынтығындағы кодтың ондық коды. Мына сұрақ ботада келген, кстати, бұл сұрақ некорректный. Әдейі осы сұрақты қойдық, не себепті? Өйткені бұл сұрақ толық жасалмаған. Не бұның суреті жоқ, не бұның ашылған несі жоқ, түсініктемесі жоқ. Поэтому бұны біз скипать етеміз, немесе бір екеуін хотя бы минус қалдырып, наугад белгілесек те примерно жасап қоюға болады. Допустим, біріншіден С это қате. Не себепті? Өйткені 335 деген бізде формат болмайды. Неге? Өйткені максимум бізде 255 болуы мүмкін. Вот. Максимум 255, поэтому С варианты сразу минус. В дейді. Так, нет, стойте, В деп немесе там басқа варианттар деп айта алмаймыз. Не себепті? Өйткені еш қайсысы келмейді по этому стандарту. 144, 238, 144, 152, 251, 152, 124, 252, 0 деген барлығы бола алады. То есть такие есть цвета. Суть в том, что RGB түстер жиынтығындағы кодтың ондық коды. В чем вопрос? Непонятно. RGB деген red, green, blue, да, получается? Нені сұрап тұр бізден? В чем вопрос? Вопроса нет. Поэтому мына сұрақты біз көбінесе талдамай операцияға береміз. Көбінесе дегенде можете наугад, конечно, отметить, но от этого пользы нет, потому что мына сұрақтың жауабы, точнее, сұрағы жоқ, да? Бәрі шартқа сай дегенде барлығы шартқа сай, по сути, мына жерде. Барлығы 255-тен аспайды. Вот. Келесі, берілген схемаға сәйкес логикалық өрнекті таңдаңыздар, да? Бізге не істеу керек? Давайте по очереди примерно қарап көрейік. Былай келеді, инверсияға айналады. То есть ол бізде не істейді? Былай инверсияға айналады. Дальше ол неге, так, мына жерде арғары одан кейін көбейтіп тұр. Ол Б-мен барып көбейтіліп жатыр, иә? Б-ға көбейтіліп жатыр. Сосын, ладно, пока что біз осымен тоқтай салайық. Келесі. Бізде мына жерде Б бар, иә? Б былай инверсияда тұр. Б-ның инверсиясы. И потом мына жақта көбейтіліп жатыр А-мен. Көбейту қайтадан А-мен, иә? Вот. Сөйтіп, мен соңында қоса салам просто екеуін. Енді просто дұрыс вариантты таңдайсақ болады.
иә. Получается, бізде, во-первых, иә, қосу екенін білсек, то есть мына символдың, бізде уже как минимум екі вариант сразу минус. Не себепті? Өйткені мына жақта қосулар болу керек, иә. Вот, мынау қосу болған соң, қосудың екінші альтернативный символы это мынандай вот V сияқты, V форматтағы такой вот символ. Получается, сразу C мен D менде кетеді из-за вот этого, да. Енді мен просто салыстырып көремін. Көбейтудің екінші альтернативный варианты это мынандай вот. Сонда бізде мынау көбейту как раз таки А варианты өте жақсы келіп тұр. Это А болады, иә. Мына жақта бізде қосулар. Это қате. Вот. Менде только А варианты подходит, да? Окей. Келесі. Так, программалық кодтың нәтижесін анықтаңдар дейді. Как думаете, мынау қалай болады? Мынау сұрақ, давайте мен сендерге уақыт берейін. Мынау сұрақ негізінде алдыңғы жылы ұбт-да келген, өте көп оқушыны қадаған. Почему? Потому что бір логикасы бар да, логикасын егер біз дұрыс түсінбесек, онда ол бізді явно қадап жібереді. Так, во-первых, сорт. Біз білеміз. Сорт дегеніміз не? Недавно өттік, это біздегі сұрыптау, получается, да? Сұрыптау. Сұрыптаған кезде біз нені сұрыптаймыз? Осы списокта массивтің үшін, реверс деген не істейді? Ол, наоборот, кему ретімен сұрыптайды. Кему реті дегеніміз үлкеннен кішіге. Иә? Бізде, смотрите, сорт деген кезде автоматически бұрында мысалға, иә, біз просто бір өлшемді массивта былай жасайтын болсақ, 1, 3, 4, 2 деген сияқты болса, ол, конечно же, сорт реверстіру не істейді? 4, 3, 2, 1 деп сұрыптап беруші еді, бірақ мына жерде сәл басқаша. Ол әр массивтің бірінші элементін ғана көре алады. Өйткені это как одно целое. Бір массив, әр массив это как одно целое. Получается, біз осы мәндер бойынша сұрыптауды қоя бастаймыз. В итоге менде сонда бірінші массив мынау болады, екінші массив мынау болады, а потом үшінші массив мынау болады. Да, понятно. Ну, то есть, негізінде егер точечный білім болмаса, онда бұл сұрақ негізінде қадайтындай. Да, скорее всего, цены ешкім ойламаған да шығар, может быть. Вот это C варианты болады. Вот. Окей. Келесі бізде реляциондық деректер қорында кестедегі бағандардың атауы қандай болады? Бағандар біз айтқан еді, иә? Баған дегеніміз ол бізде өріс деп айтқан едік. Өріс, ал жазба немесе жол деп айтқан едік, точнее, жол дегеніміз жазба, иә? То есть, мынаны жаттаңдар дегенім, ж деп, жол жазба, значит, автоматически баған ол өріс деп, иә? Сонда бізде мынау С болады. Вот. Окей. Дальше. Берілген кестедегі B2, B4 яшығында деректердің форматы қандай болады? То есть, мына деректердің форматы қандай болады дейді. Так, бұл енді не особо тяжело, бұл по сути уже логично понятно, өзі-ақ көрсетіліп тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл так, жалпы стандарты пайыздық дейді, иә? Бұл бізде бөлшектік болады, иә? Вот. Дробный деп аталады, получается, бізде Excel-де дробный деген формат түрі немесе бөлшектік. Вот. Келесі, программаның нәтижесі не болады дейді. Бұл енді понятно. Біз бұны өткен едік. Сорт деген обычно сұрыптау, то есть кішіден үлкенге қарай, қарапайым сортировкада. Сонда бізде кіші элементтен ең үлкен элементке дейін сұрыптайды. То есть, менде мына жерде ең кіші это -4, потом -2 кетеді, иә? Вот, -4-тен басталатын только мынау ғана, и ол как раз таки менде заңдылық бойынша сұрыпталып тұр, иә? Кішіден үлкенге қарай. Это Б варианты. Хорошо. Да, дұрыс айтасыңдар, это Б. Окей, дальше. Деректер қорында кестедегі жазбаны анықтайтын өрістердің бірегей түрі. Вот, SQL-ды өткен кезде біз айтқан едік, иә? Бізде бірнеше бастапқы кілт бар жалпы. Бастапқы кілт деген не десек, иә? Ол біздегі реляциялық деректер қорында, то есть кестенің ішіндегі уникальный бір баған. Ол бізде бастапқы кілт, иә? Бірақ мына үшеуі бастапқы кілттің басқа түрлері просто, иә? Кімнің есінде?
Бастапқы кілттің логикалық түрі дегеніміз, то есть логикалық кілт дегеніміз не? Логикалық кілт дегеніміз, суррогатты кілт дегеніміз, және де сыртқы кілт дегеніміз не болуы мүмкін? Да, дұрыс айтасыңдар, это бастапқы кілт. Дальше бізде логикалық кілт дегеніміз, да, это бізде телефон номер болуы мүмкін, номер удостоверения личности, да, то есть то, что у нас документально бар. Суррогатты кілт дегеніміз, это какие-то IP адреса, IP деп ма, ID-шкаларың сендердің, то есть организацияның саған беретін бір какой-то бастапқы кілті десек болады. Және де сыртқы кілт дегеніміз не? Сыртқы кілт дегеніміз басқа бір таблицаның бастапқы кілті. То есть менде бір основной таблица бар болсам, вот, оның өзінің бастапқы кілті бар, вот, допустим, мынау, и менде бұдан бөлек, осы таблицадан бөлек екінші табличка болуы мүмкін, осы екінші таблицаның тоже бастапқы кілті болуы мүмкін, бірақ менде мынау основной таблица болған соң, мынаның бастапқы кілті менде сыртқы кілт деп аталады, или же secondary key, да, сыртқы кілт. Все. По сути, бізде мына жерде уже табылды давно ответ, да? Окей. Пайдаланушыларға арналған белгілі бір мәселелерді шешуге көмектесетін программалар жиынтығы. Вроде сұрақ оңай, но қадайдың аяқ. Мына жерде, так, во-первых, астындағысы сіздерге көрініп тұрған жоқ, кажется, да? Виртуалды машина деп тұр. Виртуалды машина деген, получается, минус сразу. Почему? Потому что, виртуальная машина, ол программа жасақтаманың даже түрі емес. Серверлік дегеніміз такого нету, серверлік деген жоқ, жүйелік деген бар, но это не одно и то же, да, поэтому А варианты минус. Қызметтік программа жасақтама деген тоже ондай түр жоқ. Опять-таки, жүйелік деген бар, қызметтік деген жоқ. Поэтому оны тоже минус. Бірақ қолданбалы программа жасақтама деген бар. Это біз күнделікті тұрғыда қолданатын программалар, это типа Excel, Word, PowerPoint, не знаю, там, Instagram, TikTok, әрқайсысы белгілі бір мәселелерді шешуге сол жаңағыдай программаға жүгінеді, Вот, сөйтіп біз С вариантын таңдаймыз да, ары қарай кете береміз. Дальше, құжаттың арнайы тақырыбы орналасқан HTML құжаттың құрылымын белгілеу тегі. Құрылымын белгілеу тегі бізде так, ол бізде body болады, то есть в общем біздегі, как сказать, HTML құжатты белгілеу үшін body керек, head ол бас жағын, то есть основной как бы шапочкасын, профилінің бас жағын десек, ол head'ті белгілейміз, title деген тақырыпша, HTML это в общем біздегі HTML кодының тегі, да? Окей. Дұрыс айтасыңдар, келесі. Бізде мынандай вот сұрақ. Алинұр емтихан бағасын шығаруға арналған программа жазды. Программаны дұрыс жазуға көмек керек дейді. Программалау кезінде if, elif, else құрылымының қызметі қандай дейді. Так. Мына жақта варианттар өте көп. То есть плюс-минус как бы таңдауға болатын варианттар на самом деле біраз. Біріншісі, айнымалының белгілі мәнінде орындау дейді. Немного жауап непонятный, да, по сути, пока что оны қалдырып кете салайық. Екі шарттың кем дегенде біреуін орындау. Во-первых, да, мына неге бұл варианты болмайды. Бірақ біз, по сути, үйреніп қалдық қой, if, else деген екі шартта, то есть, если я болса, онда былай, жоқ болса, былай деген сияқты. А бізде if-тан бөлек еще elif-тар бар. Поэтому это точно не Б, өйткені екі шарттан көп менде, Балама нұсқалардың ішінен бірін таңдау. Балама деген альтернативный, альтернативный нұсқалардың ішінен біреуін таңдау. Как раз таки мына жерде альтернатива ретінде бірнеше вариант берілген. Ал логикалық амалдар көмегімен ақиқат мәнді таңдау. По сути, мынау да келеді, да? Но больше келеді С варианты. Өйткені балама нұсқалардың арасында, то есть альтернативный варианттың ішінде мен біреусін таңдаймын. Менде железобетонный біреусі таңдалатын болады, да? Вот. Так, өйткені маған if, elif, else-тың құрылымын сұрап тұр, а не как бы мына шарттың қандай құрылымы деген сияқты, Вот, получается, бізде А варианты минус тоже. Д варианты, кстати, плюс-минус, егер С варианты болмаса, тоже таңдауға болатындай ақ болар еді. 27. Программалауда қолданылған алгоритм түрі.
Ну, if, else, if біз уже до этого қараған едік, это бізде тармақталған алгоритм болып саналады, иә. Так, мына жерде сізде күлмей қалады, көрінбей қалады, это тармақталған, иә. Блок сызба дегеніміз, это блок схема, ол бізде алгоритм түрі емес, сызықтық ол бір-бірінен кейін. Оны тоже айттық циклдық, это цикл. Цикл, мына жерде даже близко жоқ, иә, for мен while жоқ. Дальше. Кодтың 8-ші жолында AND операторын ORға алмастырып 85 мәнін енгізгенде қандай нәтиже шығады дейді. Біріншіден, давайте біз 8-ші жолда, мына жақта, AND-ның орнына ORды қойып көрейік. Және де 85 деген мәнді енгізіп көрейік. 85. 85 менде бірден үлкен, бірақ ол 39-дан үлкенірек. То есть ол кіші емес. Поэтому шарт орындалмады. Мен сразу элифқа секіремін. 85 менде 40-тан үлкен, бірақ ол 59-дан кіші емес. Поэтому бұны да орындамаймын, мен келесі элифқа секіремін. 85 менде 60-тан үлкен, бірақ point мен 79-дан кіші емес. Поэтому бұдан да секіріп өтемін. Қайтадан мында келем. 85 80-нен үлкен, бірақ 100-ден кіші. Онда маған 5 деген жауап шығады, В итоге менде 5 деген жауап болады. Окей. Дальше бізде программалауда енгізілген бүтін сан ешқандай шартты қанағаттандырмаған жағдайда қандай жауап шығады дейді. То есть ешқандай шарт қанағаттандырылмаған кезде біз не істейміз? Так, бізде ешқай вариант орындалмаса, типа if, elif, немесе мына elif, автоматически біз else-қа түсеміз, else бізде железобетонный вариант. Да, дұрыс еді, это A варианты 1 мен 100-ның арасындағы сан енгізіңіз хабарламасы шығатын болады. Да, молодцы. Дальше. 30 if point үлкен 1-ден, and point 39-дан шарты орындалмаған жағдайда келесі команда орындалады дейді. То есть мына шарт орындалмаған кезде менің алгоритм қай жаққа түседі деген келесі қадам. То есть біз мына строчканы мына жақта көре аламыз, Вот и point үлкен 1-ден және де кіші 39-дан деген. Бұл жақта менде любой сан түседі, и получается шарт орындалмаған жағдайда мен принтқа кіре алмаймын, if маған рұқсат бермейді кіруге. Поэтому elifқа түсемін. Тогда в итоге менде опять-таки A варианты болады, A мына elif point үлкен 40-тан және де кіші 59-дан дейді, соны шығарамыз. Окей. Дальше. Excel-дегі автотолтыру қолдану жағдайлары кезі. Қай кезде Excel-де автотолтыруды қолдана аламыз? Так, бірінші. Давайте біз талдап көрейік, мысалы қараңыздар. Жол ұяшықтарын белгілі бір интервалдағы санмен толтыру керек болса дейді. То есть нені айтып тұр, мына жерде бізде мысалы мынандай вот баған бар. Осы жолдың ұяшықтары, мынандай жолдың ұяшықтары былай да кете береді, мысалы былай. Біз былай бөлісеміз. Осындай жол ұяшықтарын белгілі бір интервалдағы санмен толтыру дейді. То есть 1, 2, 3 деп толтыра аламыз, автоматически менде автотолтыру сонымен айналыса алады, да? Дальше оқушының аты жөнін автотолтыру. Мен ешқашан біреудің атын автотолтыра алмаймын. То есть заңдылық бойынша, да? Получается, это минус. Неге? Өйткені мысалы Санжардан кейін, например, Нұрбек екенін мен қаяқтан білемін, да? То есть қай жақта андай бір заңдылық жазылған дейді. Поэтому бұл варианты бізде минус. Таңбашалар жиынтығын пайдаланып автотолтыру. Таңбашалар, это имеется в виду, шартты пішімдеуде такие вот фигуркалар, Сол таңбашалардан арқылы автотолтыру бізде орындалмайды, То есть, наоборот, мәндерге қарай бізде таңбашалар беріледі, Поэтому бұл келмейді. Дальше телефон номерін автотолтыру, опять-таки, телефон номері бізде бола алмайды. Ешқашан не себепті, өйткені телефон номері әр қайсында әртүрлі. То есть ол заңдылыққа бағынбаған, Вот. Дальше бір формула көмегімен қатар тұрған ұяшықтарды автотолтыру дұрыс, мына жердің дұрыс. То есть формулаларды біз бір жерден бір жерге алмастырып, автоматически нете аламыз, соза сала аламыз.
баған ұяшықтарын белгілі бір интервалдағы санмен толтыру. Опять-таки, баған ұяшықтарын былай толтыра аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 деп. Дұрыс айтасыңдар, это EFA. Келесі. Санды ондық және де 16-лық санау жүйесіне ауыстырыңыз дейді. Бұны шығарған кезде біз не істеуіміз керек? Дәреже, иә? 2-ның 0 дәрежесі, 1 дәрежесі, квадраты, кубы, 4 дәрежесі, 5 дәрежесі, 6, 7 и 8 дәрежесі дей саламыз, да? 2-ның 8 дәрежесі, в итоге менде мынаның барлығы 0-ге көбейтіледі, и только 2-ның 8 дәрежесі ғана 1-ге көбейтіледі. 2-ның 8 дәрежесі дегеніміз 256 деген мән бұл. 256 деген мән. Потом, ладно, окей, 256 хорошо шықты, 256-ны 16-лық қалдырсақ болады. Но или біз лайфхак қолдансақ болады, жақшалармен. Так. Жақшалармен бізде 4-теуін аламыз. Но бізде 16-лық қалдырсақ, біз 4-4-тен аламыз. 4-теу, и мына жақта біреу қалады, біреу, и бұны 0-лармен толтыра саламыз. Біреу, 2, 3. Сөйтіп мен бұны жабамын. В итоге мен жасаған кезде қазір қараңдар, мына жерден 0 шығады, өйткені бәрі 0, мына жақтан да 0 шығады, а мына жақта менде не болады? 2-ның 0 дәрежесі. Мишка. Так. 2-ның 0 дәрежесі көбейтілген 1 болады, а это значит маған 1 деген мәнді береді. Сонда бізде 1, 0, 0 деген жауап шығады. Ну или, конечно, бұны тексеру қиын болып жатса, біз не істейміз? 256-ны, то есть былай жақшамен жасаған қиынырақ болса, 256-ны бөле саламын мен 16-ға беремін. 16-дан мына жерге түседі 256, қалдығы 0. 16-ны 16-ға бөле салам, 1-ден берем. 16 болады, қалдығы 0 болады, иә? Сонда бізде по-любому не былай болсын, 100 деген жауап шығады, иә? Сонда F варианты болады. Окей. Дальше бізде мынандай сұрақ. Программа фрагментінің нәтижесіндегі мәні дейді. Так, бұл бізде строчкалар, иә, қазір былай жасайық. Кішігірім үлкейтіп жіберейік, чтобы индекстарын қоя алу үшін. Так. Бізде, смотрите, 0-ші индекс, 1-ші индекс, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, иә? Информатика сөзінде то же самое. 0-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осыншама индекстар бар. Енді маған айтып тұр. Біріншіден, n тең болады ln s. S сөзінің ұзындығы қаншаға тең? S сөзінің ұзындығы 9-ға тең, не себепті? Өйткені символдар саны 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Поэтому менде n тең болады 9-ға. Тең 9 деп қоямын. Принт кезінде n-ді шығару керек, значит, маған 9 деген мәнді шығарады. Да? 9-ды шығардық. Окей, дальше менде не деп тұр? S айнымалысынан 7 мен 8-ші орынды шығар дейді. Но біз білеміз, нені шығарады бұл? 7-ні шығарады. 8-ді шығармайды. Неге? Өйткені 8 диапазонға кірмейді. For циклы сияқты соңғы мәнді санамаймыз. То есть 7-ші символды алады. 7-ші символда менде i деген әріп тұр. i-ді аламыз, оны қосамыз немен? K айнымалысындағы 1 мен 4-тің арасы. Опять-таки, бұның диапазоны, значит, 1 мен 3-тің арасы. 4-ті қайтадан ішіне кіргізбейміз. Сонда 1 мен 3-тің арасында менде NFO деген сөз, NFO. Сонда менде info деген сөз шыға қалады өзімен өзі. Вот, окей. Дальше. Вот. Мынау бізде дұрыс, ей, C-ді. Еді болмайды. Дальше, реляциялық деректер қорындағы кестенің негізгі қасиеттері. Бұны біз недавно өткен едік, SQL-ды қарастырған кезде, бұған мен сендерге уақыт берем, жауап беріп көріңдер. Бұл сұрақ жазғы ұбт-да келген, наурыз ұбт-да да келген, қаңтар ұбт-да да келген сұрақ. То есть, возможно, сендерге де әлі келетіндей. Так, аны біз не істеп, қалай жауап береміз? Так, бағандардың орналасу тәртібі. О, молодец, дұрыс. Бағандардың орналасу тәртібі маңызды емес, өте жақсы. То есть SQL-да енгізілген мәндердің
Тәртіптері бәрібір, иә, қалай енгіземіз, солай кете береді олар. Дальше, Б. Бір бағанның барлық мәндері бір деректер типіне жатады дейді. Бұл келе ме екен? Бір баған, допустим, SQL-да бір деректер типінде жата ма дейді. Да, точно дейді. Әрбір баған кестесіндегі қайталанбайтын аты бар дейді. Хорошо. Мына жерде Б варианты жатады. Бір бағанның барлық мәндері бір деректер типінде жатады. Не себепті? Өйткені int десем, мынаны, иә, то барлығы сан ғана болу керек. Только санды форматты ғана қабылдайтындай ақ болады. Егер мен біреусіне varchar десем, то есть символға дарға қатысты, иә, онда ол тек қана мәтінді жаза алатындай болады, типа, не знаю, санжар деген сияқты, иә, так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. Осылай. В итоге менде А, Б, дальше көрейік. Әр кесте объектінің әртүрлі классын сипаттайды. Жоқ, бұл дұрыс емес. Не себепті? Өйткені әртүрлі класты емес, бір класты сипаттайды. Вот. Сөйтіп, С варианты минус. Әрбір бағаның кесте ішінде қайталанбайтын аты бар. Ну, как бы сказать, қайталанбайтын аты бар, не факт. Типа, бағандар қайталанбайды дейсіңдер ма? Хотя, по сути, өте жақсы келетін вариант, иә? Басқаларын көре салайық. Әрбір бағаның аты кесте ішінде қайталанады. Окей, мына екеуі бір-біріне противоречат, да? Хорошо, пока қалдырып кетейік. Кестедегі жолдар ретінің орналасуы анықталған. Бұны біз сразу бірінші А вариантында опровергли, иә? Сонда да, дұрыс айтасыңдар, это Д варианты, Д, Ж, Б деген. Да. Это бізде әрбір бағаның кесте ішінде қайталанбайтын аты бар. Вот. Осылай. То есть біз бұл не туралы айтады? Бізде мысалға ID деп берсек біреусін, екінші рет ID деген бағанды енгізе алмаймыз. То есть қайталанбау қажет, да? Солай жасауға болмайды. Вот. Дальше. CSS кестесінде HTML кодын пайдаланып қолдануға болатын шекара түрлері қандай? Шекара түрлері. Во-первых, мына жерде айтып тұр да, на самом деле біз білеміз ғой, border деген это в целом бір шекараны беретін бір команда, иә? Но біз borderді қолданбаймыз. Біз басқа затты қолданамыз, біз мына жерде түрлерін жасауымыз керек. То есть бір ғана түрін емес, сурет просто шатастыру үшін берілген. Бұл dashed болады, иә? Dashed деген болады. Дальше бізде одан бөлек, dashedтан бөлек, бұл тағы да қандай түрлер болады? Dotted болады и solid болады, иә? Вот. В итоге менде А, Е, С, Е, Ф болады, иә? Дұрыс, молодцы. С, Е, Ф деп тұр, иә? Так. Dotted пен solid туралы айта кетейін. Dotted дегеніміз это бәрі точка форматында жасалған бір рамка. Точкалармен жасалған рамочка. То есть мынау енді үзік сызықтар ғой, ол бізде dashed болады. Мынау бізде dotted болады. Менде также solid деген бар. Solid дегеніміз примерно вот мынандай. То есть рамка, но сплошной, иә, рамка без несіз, тоқтауларсыз. Окей, дальше. Тұрақты жад және де жедел жады. Так, тұрақты және де жедел жады. Мына енді білесіңдер. Давайте варианттарды оқып көрейік. Деректер мен программаларды уақытша есте сақтау құрылғысы дейді. Окей, уақытша есте сақтау құрылғысы уже классный жедел жадқа келеді, иә? Дальше, тек оқуға арналған есте сақтау құрылғысы дейді. Окей, деректерді тек жазуға арналған есте сақтау құрылғысы дейді. Тек жазуға арналған есте сақтау құрылғысы дейді. Окей, тұрақты жад тек оқиды дейді. Дұрыс. Бізде тұрақты жад тек қана оқуға арналған есте сақтау құрылғысы. Ішіне ештеңке жазбаймыз. Тұрақты жадтан біз тек қана оқимыз, иә? И дальше жедел уақытша сақтайды. Дұрыс айтасыңдар. Жедел жад бізде уақытша сақтауға арналған жадтың түрі болып саналады. Окей. Дальше. Мынау бізде қайсысы не болып саналады?
A4 тек жазуға арналған есте сақтау құрылғысы. Тек жазуға ғана арналған. Мысалға HDD-ді, бірақ хотя HDD-дан біз оқи аламыз, иә? Ол мысалға біздегі HDD ол жазуға да оқуға да арналған жад түрі болып саналады. Тұрақты жад дегеніміз ол тек қана оқимыз. То есть біз мысалға тұрақты жадқа ешқандай память, видео, фото сақтай алмаймыз, иә? Оның ішінде BIOS қана болады. Так, келесі бізде бұлар не? Логикалық амалдар өте оңай сұрақ. Бұған біз қалай жауап береміз? Әсісі не? ROM, read only memory. Мына жақта қайсысы кіреді? Так, бұл енді оңай, да? Бізде получается мынау логикалық қосу немесе дизъюнкция, а мынау бізде логикалық көбейту немесе конъюнкция. Да, бір диз, екі дизъюнктор, да, молодцы, бір диз, екінші конъюнктор, молодцы, дұрыс. Инвертор дегеніміз біз білеміз, что примерно мынандай вот форматта тұратын логикалық амал. Вентиль деген вообще ондай информатикада жоқ. Окей, да, молодцы, өте жақсы. Келесі, сәйкестендіру керек. Float пен CR. Вот. Так, float енді, float по сути уже барлығымызға білетін зат, деректер типтерінің бір түрі. Деректер типтері туралы айта кетейін, бізде int бар, int бүтін сандарға арналған, допустим, типа 5, 7, 9, 1000 десек болады, вот и так далее. Float бар, ол бізде нақты мәнге айналдыру. Так, жоқтықтандар. Ұзындығы есептеу, жолда санның болуын атау. Так, жолды дұрыс. Жолды нақты мәнге айналдыру, получается, типа, менде str-дің ішінде 5 деген мән тұратын болса, егер float 5 деген сөзді алатын болсақ, ол оны нақты мәнге айналдырады. Нақты мән дегеніміз 5.0 деп айналдырады. Поэтому float a. Да, дұрыс айтасыңдар. Дальше float бізде 5.0, потом str бар, ол мәтін, как раз таки біз жаңағы айтқандай, hello деген сөз, допустим. И не бар тағы да boolean. Бұл ол бізде true немесе false деген мәндерді ғана қабылдайды. CR туралы мен сендерге уже айтқан едім. Ол не істейді? Ол Unicode-ға қатысты, во-первых. Во-вторых, ол не істейді? Молодец, дұрыс айтасыңдар. Ол сандық код арқылы символды анықтайды. Егер мен мысалға CR 65 десем, ол маған шығарады A деген әріпті, A деген әріп, это ASCII таблицасындағы оның позициясы 65-ші болған соң, Вот, ASCII немесе Unicode таблицасында. Вот, осылай вот. Окей, дальше. Деректер қорын веб бетпен байланысын орнатуда қолданылатын кейбір жолдар, олардың сипаттамасына сәйкестендіріңіздер дейді. Да, 65 сиынымыз дұрыс. Дальше смотрите, мынау неге арналған? Біз мысалға бар ғой JavaScript болсын, или же, например, CSS болсын, Біз CSS кодын бастаған кезде біз не істейміз? Style деген тегті қолданамыз. Style дейміз да, өйтіп жаба саламыз. Style, и потом оны мына жақтан жабамыз. Style, Вот. PHP-да то же самое. То есть PHP-ді бастау үшін мен PHP демеймін, мен мына жерде просто былай жасай саламын. Сұрақ белгісі, в итоге соңынан былай қарай жаба саламын. Бұл в итоге менде PHP кодының осындай вот синтаксисі десем. Вот, это сұрақ белгісі. Дальше бізде мынау MySQL Connect деген команда, то есть con деген это просто айнымалы, если что. Вот. Кстати, да, мынандай вот тема бар да, егер біз мысалға Python'да не істейміз, айнымалы беретін болсақ, біз не істей саламыз? A тең 5 дей саламыз, да? PHP ескі тіл, во-первых, и во-вторых, неудобный тіл. Оны берген кезде біз не істеуіміз қажет? Әр айнымалының алдына $, жазу керек. $A тең 5, точка, запятая деп, прям осылай
щепетильно болу керек. То есть енді ол бізде қарапайым айнымалы болып тұр. Дальше MySQL Connect деген это қосылу туралы айтылады, иә, то есть жалғану, деректер базасына жалғану, localhost root деген сияқтылар арқылы, иә. Вот это получается бізде Б болады. Окей, дальше. Соңғы 40-шы сұрақ бізде былай берілді. P style font size 120, font family monospace color blue дейді. Және де мынау дейді. Color red, font size 14 пиксель. Мына сұрақ бізде тоже 3 ұбт-ның барлығында келген еді. CSS тілінің нелері, стиль түрлері. Қандай стиль бар? Да, дұрыс. Бұл стайл дегеніміз бізде ішкі стиль деп аталады. Вот. Және біздегі мынау это кірістірілген стиль деп аталады, немесе оның екінші атауы құжат деңгейіндегі стиль. То есть мынау, если что, екінші атау, мұны жазып алсаңдар жақсы болады. Өте көп кездесетін сұрақ, кірістірілген. Мынау екінші аты ендірілген стиль. Екінші да тоже ішкі десек болады, но оның как-то қосымша аттары құжат деңгейіндегі стиль десек болады. Мен оны сендерге презентацияда көрсеткен кезде в общем ішкі деп санаған едім, но прям ішкі деп атайтын стиль түрі это мынау. Прям вот реально ішкі деп аталатын осы стиль түрі. Вот, сыртқы стиль дегенімізге не кіреді? Кім маған айта алады? Уақытымыз қалыпты, екі түр кіреді, оған не жатады? Дұрыс, молодцы. Импортталған и байланысқан. Молодцы. Жақсы. Керемет. Сыртқы стиль импортталған, это интернеттен алынған стиль түрі. И байланысқан, ол бізде получается қалай айтсақ болады, басқа файлдағы CSS файлмен HTML-ді біріктіру, иә? Ендірілген, иә. Ендірілген немесе ендірілгенді также ішкі стиль деп атайды. Да, байланысқан екеуі, по сути, екеуі де линк арқылы жасалады. Но байланысқанда, да, линк деген так болады. Дұрыс. Все, классно, молодцы. Бүгінге осымен аяқтайық. Нұсқа талдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Давайте.